Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында аталып өтетін Конституция күні мерекесіне орай қала тұрғындарының ата заңды қаншалықты білетіні туралы сұрап көретін боламыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Сізге алғаш сұрақ, Қазақстан Республикасының Конституциясы алғаш қашан қабылданған болатын? 91 жылы 30 тамыз ба? 93 жылы. 93 жылы, 95 жылы 30 тамызда. 30. Қай жыл? Қай жылы? Ой, білмеймін. Давайте лучше расхабрудин сразу. Тәуелсіздік еліміздің алғашқы конституциясы 1993 жылы қабылданды. Есімде шашын керек. 1993. Қазір қолданыста Конституция қай жылы қабылданған болатын? Тағы да қайтадан қабылданған болатын, бір шамамен қателеспесем 95 жыл сияқты. 30 тамыз 95 жылы. 95. Қазіргі конституция 1995 жылы 30 тамызда қабылданды. 1995. Конституция қанша бөлім, қанша баптан тұрады? 99 баптан тұру керек негізі. Оны білмеймін. Айта алмайм. Жақсы айта алмайм. Осы ұлы мерекеге сай біз еліміз бақытты, жақсы, балдарымыздың жақсы болашаққа бастайтын заңымыз әділ болса екен деп тілеймін. Балдарымыз бақытты өмір сүру үшін заң әділ болу керек негізінде. Ата заң туралы сауалнамаға қала жастары жауап беруге қиналса, аға буын өкілдері қойылған сұраққа нақты жауап берді. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, ата заңымыз ғұмырлы болсын.